Қайырлы күн, менің сүйікті ханымдарым, ханшайымдарым. Бүгін біз тағы да медитация практикамызды жалғастырамыз. Өзіңізге қолайлы жерге отырып, тыныштық күйге еніңіз. Айналаңызды сезініңіз. Өз тәніңіздің табиғилығын сезініңіз. Үлкен толқындар қай тұстан өтіп жатқанын сезініңіз. Кәдімгідей вибрация болып, үлкен толқындар өтіп жатыр. Ақырын жаймен көзіңізді жұмыңыз. Бүкіл денеңізді бос ұстаңыз. Тамағыңызды жұмсақ етіп елестетіңіз. Бетіңізді жылы, жұмсақ, бал сияқты ағып бара жатқандай елестетіңіз. Омыртқа жотамыз иілгіш, жұмсақ, әрі жайлы болып тұрғанын елестетеміз. Ақырын жаймен омыртқа жотаны қозғасаңыз болады. Бетіңізден ақырын жаймен бал сияқты сұйықтық ағып иығыңызға, сосын омырауыңызға, жотаңыздан төмен ағып түсіп бара жатқанын елестетіңіз. Қолымызбен жатырымызға қарай ол сұйықтық ағып бара жатыр. Одан табанымызға жетті. Ағып түгел жерге дейін бүкіл денемізді жауып, бал сияқты сұйықтық ағып бара жатыр. Саусақтарымыздың кішкене буындарынан ағып жерге қарай түсіп жатыр. Тіпті жердің өзі сол ағып жатқан масса сияқты жұмсақ болып кеткен сияқты. Бүгін бізбен жер ананың өзі бала сияқты ойнап тұр. Денеміздегі ұсақ-ұсақ тамырлар жерге қарай созылып кетіп жатыр. Бүкіл денеміздегі ұсақ тамырлар жердің тура ортасындағы ядроға қаратай созылып кетіп жатыр. Енді осы жердің ортасындағы қызыл ядродан қып-қызыл күш, энергия тамырларымыз арқылы көтеріліп, денемізге келіп құйылып жатыр. Бұл күш сізді жаман аурудан қорғайды. Бүкіл капиллярларыңызбен сол күшті бері қарай өзіңізге, бүкіл денеңізге сорып тартып алыңыз. Бұл күш сізді сенімсіздік пен қорқақтықтан қорғайды. Қорықпастан осы Алланың жіберген күшін қабылдаңыз. Ол күш табанымыз, ішкі ағза, әрбір клеткаға келіп толып жатыр. Қып-қызыл ыстық оттай күш. Бұл күш бүкіл ағзамыз үшін өте керек нәрсе. Жатырымыз, бүйрегіміз, тоқ ішек пен аш ішек, өкпе, бауыр, асқазан, жүрек, сүт бездеріне дейін көтерілді.
аузыңызды сәл ашыңыз, дем алыңыз. Екі қолыңызбен жайлап, екі омырауыңызды ұстаңыз. Үш рет дем алып, дем шығарыңыз. Енді қолдарымызды омырауымыздан алып, тағы да 3 рет дем алып, дем шығарамыз. Қайтадан жаймен қолымызды омырауымызға қоямыз. Сүт бездері, сүт өзені. Сүт бездерін жайлы, жылы ғып елестетеміз. Қолымызды жаймен ақырын алып, жатырымызға қоямыз. Терең дем алып, жаймен дем шығарамыз. Тәніміздегі бүкіл негатив пен ауруларымызды демімізбен сыртқа шығарамыз. Басымыз бен табанымызға мән береміз. Біздің ағзамыздағы барлық мүшелер бір-бірімен тығыз байланысты. Және табанымыз арқылы жермен байланысқан. Терең 3 рет дем алып, жұмсақ дем шығарамыз. Алақандарымызды әдеттегідей бір-біріне үйкейміз. Көзімізге әкеліп қоямыз. Көзімізді алақандарымыздың астында жаймен жұмсақ ашамыз. Қолымызды түсіреміз. Медитациядан кейін 5-10 минут тыныштық сақтап барып, жұмысыңызға кіріссеңіз болады. Немесе демалуға, ұйқыға жатсаңыз болады. Ертеңгі медитацияда кездескенше барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, бәрлеріңізді жақсы көремін. Сіздермен бірге болған Калиева Құралай.